Мүмкін шындық немесе әрекет ойнаймыз. О, біреу шындықты таңдаған қаламайтын едің ғой, Ричи. Олар оған өзін өлтіруге көмектесті. Осылай әр күні жалғасады. Бүкіл әлемде. Қанеке мына жіне өздерін сасық шалбарларын әкетіндер, сендерді жарып өлтіріп жібермей тұрғанды тезірек. Кеттік тез. Патрисия, Денис және басқа оларға бәрібір біз батыр. Тоқтаңдар, тыныштық сақтайық. Бөпетайым, олар біздің шарқымызды алып алды, бірақ біз барлығын қалпына келтіреміз. Сәлем достар, сіздермен бірге Puzzle Life арнасы. Менің есімім Әділ. Дәл қазір сіз видеоны көріп отырсыздар. Өйткені осы видеоны көбі бізден сұраған еді. Өткен жолы стримде отырған кезде 1 сағат бойы барлығы Аноны дыбысташ, тағы да киноларды дыбысташ деп сұраған еді. Енді бүгін дәл сол видеоны түсіретін боламыз. Видеоға келетін болсақ, микрофон дайын, камера дайын, дыбыстайтын фильмдер дайын. Тек қана сіздердің лайктарыңыз дайын емес. Дәл қазір төменге түсіп лайктарды аямай басыңыздар. Біз сонда осындай видеоларды көбірек шығарамыз. Айтпақшы, ана жолғы видео мынанша лайк жинады, ано мынанша. Бірнеше күнде ғана достар. Ойлаңызшы, 30 мыңнан асып кетті. Осы видеоны топқа шығарайық, трендке шығарайық, рекомендацияға шығарайық. Сондықтан лайктарды аямаңыздар. Видео басталмастан бұрын сіздерге айтар жаңалықтарым бар. Біреу жақсы, біреу жаман. Қайсынан бастайын? Жақсынан ба, жаманнан ба? Қайсынан бастасам дұрыс болады? Жақсынан бастайын. Өткен айда біздің арнамызға адамдардың жазылған соншалық көп болды. Тіпті негізгі пазл арнасында бізде ондай жазу статистикасы ешқашан болмаған. Ал енді жаман жаңалыққа келетін болсақ, қанша жыл барлығымыз бірге келе жатырмыз, сіздерден енді жасыратын ештеңе қалған жоқ. Сондықтан жаман жаңалықты айтайын. 60% адам подпискасыз қарайды, достар, 60%. Сендер қалай сонда подписация ете алмайсыз ба? Міне қызыл батырма болады, астында қызыл подписация деп тұрады. Соған басып қаласыз, сұр түске айналдырасыз. Болды, еш қиындығы жоқ о жерде. Puzzle Life'ты пазл деңгейіне жеткізейік, достар. Ал біз видеоға кеттік. Бүгінгі видеомызды әзілден, яғни комедия жанрдан бастасақ дұрыс болады ғой деймін. Не грози Южному Централу. Кеттік. Мінекей сүмелек. Тура алдынан шықтық па? Тура алдынан? Әй, сенде не проблема ма? Тіс тазалағыш? Мен сенен сұрап тұрмын. Сенде не проблема бар ма? Иә, үлкен проблема бар. Дәл өзіне арналған. Міне үлкен, қарап жібер өзін. Жарайды, ойнасақ ойнайық. Келісем, мен кезегім. Сұрағымды қайталайын. Сендерде қандай да бір проблема бар ма? О, кеңес одағы. Қанеке мына жіне өздерін сасық шалбарларын әкетіндер, сендерді жарып өлтіріп жібермей тұрғанды тезірек. Кеттік тез. Көрсеттерім сендерге Хиросима, Нагасаки не екені. Кетіңдер мына жерден тезірек. Мінеке, қара геттодан келген біздің кейіпкерлеріміз осындай болып шықты. Ал келесі дыбыстайтын біздің киномыз ол барлығы асыға күткен. Стрим кезінде бүкіл чатты толтырып тастаған Ано, Пеннивайз. Сағындың ба мені, Ричи? Ал мен сені сағынып кеттім. Ешкім енді Глоумен ойнағысы келмейді. Мүмкін бірге ойнаймыз? Street Fighter ойнап көрейік. Ой, бұл сенің сүйікті ойың емес пе? Мүмкін шындық немесе әрекет ойнаймыз? О, біреу шындықты таңдаған қаламайтын едің ғой, Ричи. Сенің жасырып жүрген құпияңды біреу біліп қойғанын қаламайсың. Ал мен сенің құпияңды білемін. Сенің кішкентай құпияңды білемін. Ал мен сенің құпияңды білемін. Сенің жиіркенішті құпияңды білемін. Оларға айтып қояйын ба, Ричи? Қашпа бірге ойнаймыз. Қашпа бірге Клоунмен ойнаймыз. Мінекей достар, сіздер үшін бірнеше минут қана болып көрінген фрагмент мен үшін бірнеше сағатқа созылып кетті. Және бұл Пеннивайзды дыбыстағаннан кейін мен бір күн дыбыстаған жоқпын. Байқасаңыз, міне шашым айланып қалды. Бірнеше күн өтті, тамағым қатты ауырып қалды. Сондықтан сіздерге бірнеше минут болып көрінді, ал біз үшін ол ұзаққа созылды. Ал біз келесі киноға көшейік. Келесі кино бізде ол тағы да Стивен Кинг. Фильміміз бізде міне өте керемет «Зеленая миля» деген
шедеврлардың бірі деп айтса болады. Енді соның бір үзіндісін дыбыстап көрейік. Джон Кофи, алқабилер соты сізді өлім жазасына жіберді. Үкім штаттағы ең авторитетті әрі әділетті сотпен шығарылды. Өлім жазасы орындалмай тұрып, айтар сөзіңіз бар ма? Мен осындай екеніме өкінемін. Өтінемін, босс. Бұны басыма тақпаңызшы. Қараңғыда қалдырмаңызшы мені. Мен қорқамын одан. Жарайды. Олар оған өзін өлтіруге көмектесті. Осылай әр күні жалғасады. Бүкіл әлемде. Жібер тоқта. Достар, айтпақшы сіздерге Стивен Кингтің шығармашылығы өте қатты ұнап жатыр екен. Ано тағы да басқаларды сұрап жатсыз. Сондықтан дәл осылай жалғаса берсе, әрине дыбыстаймыз. Пеннивайзды болсын, басқаларды болсын, міндетті түрде дыбыстаймыз. Сіздер сұрасаңыз болды. Және пікірге жазып қойыңыз, келесі жолы қандай киноларды дыбыстайық. Сонда келесі осындай видеомызда сіздің пікіріңіз осылай экранда шығып тұратын болады. Сондықтан пікірге жазыңыз. Қандай фильмді дыбыстайық, қандай мультикті дыбыстайық, қандай аниме дыбыстайық, тізімді жазыңыз. Анимені бекер айтқан жоқпын, достар. Дәл қазір нағыз өнер ол жарылыс деп айқайлайтын Нарутодағы Дайдара кейіпкерін дыбыстайтын боламыз. Жарылыстың толқыны 10 шақырымға дейін жетеді. Енді сен ешқайда қаша алмайсың. Үрейге батып дірілдей берсең болады. Үмітсіздіктен бақырып жыла, қорыққаннан қаш, бар күшімен айғайла. Өйткені нағыз өнер ол жарылыс! Суды ішіп алдық, енді келесі киномызды дыбыстайық. Ал келесі фильм ол бізде Сплит деп аталады. Ол жердегі басты кейіпкердің ішінде 24 сущность бар. Оның барлығын әрине дыбыстамаймыз, бірақ дегенмен кеттік. Доктор Флетчер. Доктор Флетчер. Кім бұны істеді? Жоқ, мен автобуста кетті бара жаттым. Ары қарай болған есімде жоқ. Қазір 18 қыркүйек 2014 жыл ма? Мен сатып алған мылтығым ана сөренің ішінде, көрпелердің астында жатыр. Ал оқтары ана шкафта кіре берісте тұр. Өлтірші мені. Өтінемін. Тоқта, тыңдама, оны керек емес. Оның бас ауырған бірдеңкесі бар. Менің есім Джейд. Айтшы, доктор Флетчер біздің эмейлдарымызды оқыды ма? Дәл қазір біз былай істейік. Осы коронавирус пайда болғалы бері адамдар әлемдік тұрсын өз проблемаларын ғана ойлай бастады. Адамдар тек өздерін ойлап, барлық керек заттарын алып, жинап үйлерінде отыр. Күнде ютубқа кіріп, видеоны көріп, лайк басудан қалды. Олар тек өздерін ойлайды. Азарда біз шеген, біз бір батырман басып қиын оларға. Патрисия, Денис және басқа оларға бәрібір біз батыр. Тоқтаңдар, тыныштық сақтайық. Бөпетайым. Олар біздің шарқымызды алып алды. Бірақ біз барлығын қалпына келтіреміз. Детка, менің есімім Барри. Біз... Сен рацияны бекер алдың. Бізді со кезде ұстап алады. Раса, сен бізден қорқасың, олар рас айтады. Келесі енді дыбыстайтын біздің киномыз ол Титаник. Достар, міне осылай Титаникті дыбыстадым. Осылай болып шықты, енді не істеймін? Келесі біздің дыбыстайтын мультфильміміз ол 2016 жылы Оскарды алған Зверополис мультфильмі. Маған бұл маған бұл мультфильм өте қатты ұнайды, және сізге де ұнайды деген ойдамын. Сондықтан осыны дыбыс
баптайық. Сен не, ленивецтер баяу деп айтқың келіп тұр ма? Блиц, ең жылдам ленивец. Сені көргеніме қуаныштымын, родной. Сәлем, алтын досым. Эй, Блиц, жұмбақ жасырайын ба? Я жасыршы. Ал ондай болса тыңда, қандай түйелерде 3 өркеш болады? Айта бер. 2 қабаттыларда. Ха. Осылай видеомыз аяқталды. Осындай керемет мультикпен аяқтайық. Сіздерге ұнаған болса міндетті түрде лайктарыңызды басыңыз. Алдында айтып кеткендегідей тізімді жазып қойыңыз. Келесі жолы қандай киноларды, қандай мультфильм, анималарды дыбыстаймыз, тізім қылып жазып қойыңыз. Және өз ойларыңыз, бұл видео сізге ұнады ма? Бүгінгі видеода мен дыбыстағанның ең қайсысы сізге ұнады, соны секундпен белгілеп қойыңыз. Мен қарап, бағалап кететін боламын. Және өз ойларыңызды жаза беріңіз. Арнаға тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп қойыңыз. Қызыл подписаться батырмасын, осылай басып қалыңыз. Арнаға тіркеліңіз. Бүгінге осы. Сіздермен болған мен Әділ. Puzzle Life арнасы. Puzzleға жазыл. Шаршап кеттім. Тамағым шаршап кетті. Джон Кофи. Одан кейін тағы кім ана? Pennywise болды. Тамақты жаман алып жүрдім. Айтпақшы достар, дәл қазір жоғарыда сіз көп көмбек біздің логотипімізді көріп тұрсыз. О жерге бассаңыз, сіз біздің арнамызға тіркелесіз, кіресіз және басқанда видеоларымызды көре аласыз. Ал экранның бұл шетінде біздің өткен видеоларымыз шығып тұр. Міндетті түрде кіріңіз. Міне керемет видеолар болды, қызықты, сіздерге ұнайды деген ойдамыз. Және мұнда тағы бір видео шығып тұр. Міндетті түрде бағалаңыздар. Puzzleға жазыл. Давайте.